Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Олимпиада ойындары. Сабақтың мақсаттары: тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, жоспар құру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Етістіктің түрлерін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Енді сабағымыздың тақырыбы Олимпиада жайлы болғандықтан, Олимпиада ойындары немесе Олимпиада бұл 4 жылда бір рет өткізілетін ең ірі халықаралық кешенді спорттық жарыс. Ежелгі Грекияда болған дәстүр 19 ғасырдың соңында француздық қоғам қайраткері барон Пьер де Кубертенмен жаңартылады. Алғашқы кезде тек қана жазғы Олимпиада ойындары 4 жылда бір рет өткізіліп отыратын. Дүниежүзілік соғыстар болған жылдарды қоспағанда 1924 жылы жазғы ойындармен қатар қысқы Олимпиада ойындары да өткізілді. Бірақ 1994 жылдан бастап жазғы және қысқы ойындар 2 жылдық айырмашылықпен өтіп тұрды. Жалпы Олимпиада ойындарының ұраны ол тезірек, жоғарырақ, күштірек деген ұранмен жүзеге асады екен. Ал жаңа осы өзгешелік енгізген барон Пьер де Кубертеннің суретін көріп тұрсыздар. Енді құрметті оқушылар, сіздер кішкене ойланып, сіздерге бір көпір тапсырмаларын бергім келіп отыр. Бірінші, 4 жылда бір рет қандай ойындар болады? Екінші, қандай Олимпиада ойындары бар? 2016 жылы Олимпиада ойындары қай қалада болды? Қазақстан спортшылары неше алтын медаль алды? Олимпиада сөзі қай елден енген? Бірінші Олимпиада Грецияның қай жерінде жүзеге асты? Енді кішкене балалар, сіздерге шығармашылық жұмыс, ойланыңыздар. Осы Олимпиада ойындарына қазақтың қандай ұлттық ойындарын қосар едіңіздер? Ойланыңыздар. Одан кейін тапсырма, бүгінгі күнді жазып, дәптерлеріңізге тақырыпты жазып, одан кейін мына тапсырманы орындайсыңдар. Бұл жерде сөйлемдер берілген, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. Мысалы, Олимпиада қай жылы, жаңа бос орынға жыл сайын өткізіледі, неше жыл сайын? Олимпиада ұраны 3 латын сөзінен құралған, тезірек, бірігірек, күштірек деген мәнде жұмсалады. 12 жылғы Олимпиада елінің мына жерге көп нүктенің орнына қаласында болды. 12 жылғы Олимпиадада қазақстандық спортшылар барлығы қанша медаль алды, оның нешеуі алтын, нешеуі күміс деген сияқты мына жерге дұрыс көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазасыздар. Қазақстан Республикасының спортшылары Олимпиаданың қандай атлетика ойындарының алтын медалін алды. Лондон Олимпиадасына мемлекеттік қатысты. Олимпиада ойындарының эмблемасы француз ақсүйегі барон Пьер де Кубертен енгізді. Енді осы тапсырмаларды орындап, одан кейін қалай орындадыңыздар, келесі тексересіздер. Бірінші сіздерге орындауға 5 минут уақыт, одан кейін өздеріңіз тексересіздер. Жаңағы бос орынға қажетті сөздерді жаз деген тапсырманы мінекей тексересіздер. Яғни Олимпиада 4 жыл сайын өткізіледі екен. Олимпиаданың ұраны латын сөзінен құралған, тезірек, биігірек, күштірек деген мәнде жұмсалады. 12 жылғы Олимпиада Англия елінің Лондон қаласында өткізілді. 12 жылғы Олимпиада қазақстандық спортшылар барлығы 13 медаль алған екен. Оның 2-еуі алтын, 4-еуі күміс, 7-еуі қола. Қазақстан Республикасының спортшылары Олимпиаданың ауыр атлетика, жеңіл атлетика, веложарыс, бокс ойындарынан алтын медаль алды. Лондон Олимпиадасында 189 мемлекет қатысты. Олимпиада ойындарының эмблемасын француз ақсүйегі барон Пьер де Кубертен енгізген екен. 11-ші тапсырма, енді сіздерге Олимпиада ойындарына сипаттама бересіздер. Өз сөзіңде етістік түрлерін қолданасыздар.